Сәлем достар, бүгін тапсырысқа көп ие болған тауықтан бәліш дайындаймыз. Куриный пирогтың қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, комнатный температурада тұрған сары май, ұн, сметана, қаймақ и тұз бен қант қажет болады. Ең алдымен сары май жұмыртқаға қант пен тұз саламыз, содан кейін қаймағымызды саламыз. Енді осының бәрін араластырып аламыз. Енді осыған ұн саламыз. Ұн салып, қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр болып шығады, қолға жабыспайды. Енді қамырымыз 15 минутқа демалуға тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бәліштің салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге тауықтың еті қажет. Мен осылай соломка қылып турап алдым. Және бізге тұз бен бұрыш қажет, қара бұрыш, 2 картоп, 2 пияз кішкентай. Және де осындай резанный шампиньоны 400 граммдығын алам. Осыны саламыз салмасына. Ал енді бастайық. Бірінші пиязымызды 4 бұрыштап турап аламыз. Бірақ мен блендерден өткізіп алам, турап. Ал картопымызды жіңішке домалақ қылып тураймыз. Енді тауыққа шампиньонды саламыз, консервіні. Бұрыш пен тұз саламыз. Пияз саламыз. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Салмасы дайын. Қамырымыз 15 минуттай тынып тұрды. Енді 2-ге бөліп аламыз да, ең үлкен бөлігін бірінші жайып аламыз. Қамырды 35 диаметрмен жайып болған соң, табаға саламыз. Ал енді үстіне картопымызды салып аламыз. Картопты салмамен бірге араластырмайтын себебім салмасы құрғақ болып қалмау үшін. Содан кейін картоптың үстіне салмамызды салып жайып аламыз. Енді кішірек қамырды жайып алып, ортасын тесіп аламыз. Салмамыздың бетін екінші қамырмен жабамыз да, шеттерін жинап, біріктіреміз. Кейін шеттерін біріктіріп болғаннан кейін түйіп шығамыз. Үстінен жұмыртқа жағып шығамыз, және де күнжіт себеміз, қалауымызша. Бәлішті 50 минутпен 1 сағат арасында пісіреміз, 180 градуста. Міне бәлішіміз дайын, осындай болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.